Тағы қайталау керек. Сәлем! Сен кімсің? Нотельмін. Ал сен кімсің? Мұнда не істеп жүрсің? Қожайының қайда? Менің атым Мобика. Иә, қораптан жаңа алып шықты. Су жаңамын. Меніңше, қожайының сені тауып алады. Алаңдама, су жаңасың ғой. Қайдам? Ол Қазақстаннан емес, 2 сағат бұрын өз еліне ұшып кету керек болған. Мен секілді, сенің де қожайының жоқ екен. Ендеше, бірлесейік. Саған бір нәрсе көрсетейін бе? Не? Жүр, соңымнан ер. Қандай әдемі! Нотель, адам баласы жылқыны алғаш рет Қазақстан аумағында қолға үйреткенін білуші ме едің? Солай ма? Оны қайдан білесің? Менде жедел интернет функциясы бар. Браузер арқылы сұрау салсам, кез келген сұрағыма бірер сәтте жауап ала аламын. Мысалы, бұл алма ағашы. Алматы облысы болса, жер бетіндегі алманың отаны саналады. Мобика! Білесің бе, екеуміз мықты команда болатын тәріздіміз. Иә! Жүр, Мобика! Бұл квадрокоптер ғой, қазір аспанға көтеріледі. Қорықпа дейм. Саған бір нәрсе көрсеткім келіп тұр. Мықтап ұста. Мінеки! Мобика, қорықпа! Көзіңді жұмба! Қараш айналаңа! Неткен керемет! Ғажап! Айттым ғой, самғабышу үшін адамдардың соңынан еріп баратыным бар. Қазақстандағы көрікті жерлердің талайын көрдім. Әлгі адам ағашты байқамаса керек. Бұған дейін де бірнеше мәрте солай болған. Бұл қыранның ұясы, ал бұл соның жұмыртқасы. Мобика, естідің бе? Жылан сенің арқа тұсыңда тұр. Ол қыранның жұмыртқасын жұтпақшы. Қожайынымнан бар үйренгенім фото түсіру. Сөйтейін. Мобика, көмектескенің үшін көп рахмет. Мен түк істемедім ғой. Ал сен мықтысың. Сен ержүрексің, Нотель. О, дрон да табылды. Шамасы оны қыран лақтырып жіберген ау. Қызық болды, е? Маған өте ұнады. Рахмет, Нотель. Енді екеуміз бір команда болдық. Жер бетінде Қазақстаннан өзге де көз тартар өңірлер бар екенін білесің бе? Бір команда екенбіз, жер бетін бірге шарлайық. Ержүрек Нотель мен данышпан Мобика. Иә!
Қытайға? Иә, Қытай Шығыс Азиядағы халқы тығыз орналасқан ел. Мұнда 1,5 миллиардқа жуық адам тұрады. Не? Әуежайдан қалаға жылдам жеткізер жолды таңдауымыз керек. Мұнда қалаға жылдам жетудің тәсілі метро деп тұр. Бағдарымыз анықталды. Дұрыс-ақ, алға! Натель, Қытайдағы ең көне әрі қызықты дүние ұлы Қытай қорған екенін білесің бе? Оның ұзындығы 20 мың шақырымнан асады. Қытайдың шығысынан батысқа қарай созылған. Сыртынан айдаһарға ұқсайды екен. Ого! Бұл көп пе? Өте! Қытай жайлы талай қызықты мәлімет бар. Мысалы, компасты, оқ-дәріні, қағазды, тіпті жібекті де осы ел ойлап шығарған. Ұлы жібек жолы осы жақтан бастау алған. Жібек жолы деген не? Неліктен оны ұлы деп атаған? Ұлы жібек жолы көне заман мен орта ғасырларда Азия мен Еуропаны жалғаған керуен жолы. Әуел баста Қытайдан жібекті жеткізу үшін ашылғандықтан солай аталып кетті. О, біздің аялдамамыз. Қазір тыйым салынған қаланы көреміз. Мәссаған! Тыйым салынған қала! Мәссаған! Қызығып тұрмын! Бұл жер өте әдемі. Ғимараттар да көп екен! Мобика, анау көлді көрдің бе? Анау бау-бақшаларды қара. Тыйым салынған қала сондай әдемі екен! Неше түрліні көрдік? Арнайы қоқыс жәшіктер тұрғанда қоқысты неге көшеге тастайды екен? Иә, адамдарды түсіну қиын. Натель, гарботтар жүр. Олар кім? Утилизатор робот. Сыртынан қарағанда сыпайы. Алайда әп-сәтте жұтып жоқ қылады. Бізді көрмей тұрғанда кет қалайық. Тас қараңғы ғой. Бір нәрсе естідім. Гарботтар болып шықпасынша. Менде шам бар ғой. Кімдер мынау адасып жүрген? Қожайындар да жоқ. Тар көшеде. Ол сендер кімсіңдер? Утилизаторлар! Гарботтар! Оларды сендер ертіп келдіңдер. Ха! 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 Осыдан кейін гарботтар достарыма тиісіп көрсін. Басқа утилизаторлар келмей тұрғанда кетіп қалғанымыз жөн. Бізбен бірге ересіңдер ме? Жоқ, басқа жоспарларымыз бартын. Жарайды. Бізге көмектескенің үшін көп рахмет. Сен ер жүрексің. Сендер де мықтысыңдар. Ал, жақсы. Тарайық. Ал, енді не істейміз? Бізге де кету керек. Гарботтар қайта шабуы мүмкін. Ал дәл қазір эмоционалды қуат алайық. Мобика, қуатың жеткілікті секілді ғой. Эмоционалды тұрғыда. Пандалар құшақтасады. Пандалар Қытайдың ұлттық символы ғой. Олар шынайылықтың, достық пен мейірімнің белгісі.
Қараш, қандай көрікті жер. Қырғызстанның солтүстігінде орналасқан Ала Арша ұлттық бағындағы фауна сан алуан. Фауна деген не? Фауна дегеніміз белгілі бір аумақта мекендейтін жан-жануарлар, құстар, жәндіктер. Солай де. Иә, әзірше осы өңірдің табиғатын тамашалап, бір шолып қайтсақ қайтеді. Қарсылығым жоқ. Неткен ғажап! Мұна өзеннің ағысы қатты екен. Мұнда тіршілік ететін балықтарға қиын шығар, Өзеннің беті ғана қоясау. Ал су астындағы ағын қатты болса да, балықтардың тіршілігіне қиындық туғызбайды. Жібер оны! Мобика, мен сені құтқарам! Бізге су тисе жаман болады. Оны құтқаруым керек. Мобика, бәрі жақсы ма? Солай секілді. Саған су тиді ме? Ұялы телефондардың соңғы үлгілері аса терең емес, су ішінде аз уақыт болса, су өтпейтіндей етіп жасалған. Фуф! Мен бір шама кептім. Сондай секімді екен. Ештеңе жоқтай көрінеді. Иә, бұл ақ қыз. Аузына не салып алған? Бәлкім бұл заттан қалай құтыларын білмей жатқан болар. Көмектесуіміз керек шығар. Бұл целлофан ғой. Сүйкімдім сол. Бізден қорықпа, біз саған көмектесеміз. Мұна ақ қыз деген сондай қызық екен. Целлофанға шырмалып қалған болса, демек жақын маңда адамдар демалып, күл қоқысын жинамай кеткен. Иә, табиғат үшін де, жануарлар үшін де бұл өте зиян ғой. Бұларға не көрінді? Қайда қашып барады? Нотель, бәрі дұрыс па екен, соған көз жеткізуіміз керек. Өрт! Өрт сөндіруіміз керек. Өрт сөндіру қызметін шақыртуымыз керек. Бірақ олар жетем дегенше, тілсіз жау өршіп кетуі мүмкін. Қырғызстан астанасы Бішкек бұл жерге жақын. Адамдар дер кезінде келер деп үміттенейік. Өрт жайлы хабар келді. Геолокацияны да жіберіпті. Көп замай жетеміз. Көп рахмет, Жихангез достар. Нотель, сақ бол! Көп ұзамай өрт сөндіру қызметі келеді. Өрт сөндірушілер! Кей адамдар табиғатты аялау керегін, қоршаған ортамызды бағалау керегін білмейді, өкінішке орай. Бірақ табиғатты аялап, қоршаған ортамызды қорғауға дайын адамдар өте көп. Қоя ғой енді.